Мен Қаратау құрылыс техникалық колледжінің бірінші курс студентімін. Адамның іс-әрекетінің, көзқарасы мен талғамына, мұрат мүддесіне байланысты қызығушылықтары әртүрлі болады. Қызығушылық тұрақты қасиетке айналғанда ғана адам өз іс-әрекетінен жақсы нәтиже шығара алады. Менің ғылымға деген көзқарасым мен алғашқы қадамдарым бала кезден-ақ басталды. Мектепте оқып жүрген кезінде орыс және қазақ тілдерінен түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз атандым және қазақтың қолөнерімен айналысқанды өте жақсы көрдім. Қолым бос уақытта түрлі бұйымдарды жасауды және сурет салуды әдетке айналдырдым. Хоббиім десем де болады. Колледж қабырғасына келгелі, менің арман мақсатым мен болашаққа деген көзқарасым алдыға қарай жетеледі. Қолөнер бұйымдарын қадірлеуге үйретті. Сабақтан тыс уақытта біз студенттік парламентті ұйымы мүшелерімен бас қосып, жасаған бұйымдарды ортаға салып бағалаймыз. Мен Жас Отан жастар қанатынан мүшесімін. Колледж волонтердің қатарындамын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай студенттік парламент ұйымы көптеген ауқымды іс-шараларды атқарды. Саламатты өмір салтын насихаттау мақсатында спорттың белсендісімін, әлі жанкүйерімін. Қазақ қолөнер сырлы өнер деп бекер айтпаған. Сан алуан түрлі қолөнер бұйымдары, әсемділігі адамдарға рухани ләззат береді. Өз студентінің осы ғылым жолында 8 қырлы бір сырлы, өнегелі, өнерлі болуы оқушыларымыздың асыл қасиеттері деп білемін. Колледжде сапалы білім мен саналы тәрбие алуда біз әлі де жоғарыға самғайтын боламыз. Оқысаң ғылым қорын білім асар, көңілдің кіршік басқан көзін ашар, деп Шәңгерей Бөкеев айтпақшы, біз жастар ғылым мен білімді бағындырамыз.